Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ерап. Бүгін мен қалай тез мастерге жетуге болатыны туралы айтатын боламын достар. Ол өте оңай достар. Ол үшін ең алдымен достар, енді Free Fire жаңадан бастап жатсаңыздар, ең алдымен ол үшін сіздерге дұрыс чувствительность деген бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай достар. Осы екіншісі, міне. Осына өзіңіздің телефоныңыз қандай, сондай нені чувствительныйға, в общем, настройканы ютубтан көріп алсаңыздар болады. Және де соны осылай істеп алыңыздар. Мынау мысалы үшін менің телефонымдікі. Бұл телефон A10, бұл A10-ның настройкасы. Көріп тұрғаныңыздай достар. Сіздердің телефондарыңыз қандай, дәл сондай настройканы ютубқа жазыңыздар. Осындай A10 болса, Free Fire настройка A10 деп жазыңыздар, шығады достар. Және де настройканы бірден жасап алыңыздар. Ал енді достар, ол үшін ең алдымен сіздерде скиндер, мылтықтардың скиндері болатын болса, мылтықтардың скиніне келетін болсақ, қазір мен сіздерге керек мылтықтардың скиндерін көрсетейін. Оружие достар. Оружие АК-дан енді ең мықты скин бәрі білетін АК-дракон достар. АК-дракон бір атқан кезде 42 хп алады, ал басқа тисе 231 хп алады достар. Егерде бронежилеттері жоқ болса. Ал МК-дан достар, МК-дан ең мықтысы осы МК достар. Бұл МК көріп урон 1 скорострельность 2 магазин төмен, бірақ скорострельность деген ең мықтысы достар, соны біліңіздер. Ал енді және де ең мықты мылтықтардың бірі Скарға келетін болсақ, бұл міне Скар Питомс достар. Өте мықты мылтық Скар Питомс. Көріп тұрғандарыңыздай, бұда да урон 1 скорострельность 2, енді дальность төмен, бірақ Лауран болса жақсы болады. Ал енді МП-40-ға келетін болсақ, МП-40 механический достар. Урон 2, дальность. Ең мықты МП-40 достар. Ал енді Фамстан урон 1, точность 2. Урон 2 магазин. Осы неде мықты, и осы екеуде мықты достар айтыр. Бірақ негізі ойнайтын болсаңыздар, осы МП-40 пен және де осы Скар, осы МК және де АК-мен ойнасаңыздар болады. Және де Дравашқа келетін болсақ достар, Драваш көрсетейін. Класс смерть достар. Міне скорострельность 2, өте мықты Драваш достар. Енді мынау UMP-да мықты, урон 2, мынау да енді мықты. Енді рейтингте ойнап көрейік достар. Артында шуға неғымай қойыңыздар, мән бермей қойыңыздар достар. Достар, видео ұнаса арнаға тіркеліп достар, видео ұнаса смело лайктарыңызды басып отырыңыздар максималды түрде. Осы видеоны тегін лайкпен қолдап кетіңіздер достар. Сіздерден жалғыз сұраймын, және де арнаға жаңадан келгендер болса тіркеліп отырайық достар. Енді ойнаймыз достар. Көріп отырғандарыңызда менің друзьямда ең мықтысы мен мастерге жетейін деп қалдым достар. Қазір бірге жетеміз достар. Енді не көп болады екен, мен енді стопқа қоя тұрайын. Достар, мен бастаймын. Мен достар, өзім осы сіздерге достар білетін боларсыздар. Рейтингте кім мықтылар ойнайды, бірде білет жоқ, сондықтан басқа жерлерде түссе өліп қаласыздар. Солай үшін. Сондықтан мен сіздерге білсем. Түскеніңізді көріп қалайын. Екі адам болады. Бір адам алдымнан түсті. Адам
жақсы жақсы бізге. Видео жырлап жүріп жатыр. Мен жетпей қалып жүрміз. Екі адам түсіп кетті. Не тез жүгіру керек. Мылтыққа қарап жүгіру керек. Ана жерде мылтық жатыр. Келе жатқан адамдар қайда? Түсіндім, жаққа қарап екі адам келе жатқан сияқты. Қайда кетті? Қашып кетті шамасы. Смело өтіп тастады. Қолына пистолет бастады. Так енді ойнамай жүргендер бар ма екен? Ойыннан шығып кеткендер жоқ екен. Так жоқ сияқты кеттік. Үшін енді бұлай барып қауіпті сыныптан бұлай жүреміз. Себебі үстіңге жақта достар бір адамдарға карта сықырана тастаса сол жаққа түсуі мүмкін. Сондықтан карта сықыранасын алып мен күтіп отыру мүмкін сияқты. Сондықтан осылай бәс жақпен позициям бойынша мелдің мына жағында бір жер бар, сол жерге барамыз достар. Жүреміз. 31 адам қалды. Жақсы. Енді бізде интернет 300 бен 400-200 аралығында болып тұр. Ал бізде зона бізге қарсы ойнауда. Я. Зона бізге қарсы ойнауда. Ештеңе етпейді. Так, біз келдік. Мына жер мынаның үсті. Осының үстін лутат етеміз. Так, давай. Енді ешкім жоқ болса, вообще найс. Жайлап көрейік, ешкім жоқ екен. Ешкім жоқ, лутат етпеген сияқты. Бірақ менде бар екен бұлар. Так, аяз ата жатыр ма екен? Енді бара салайық милға. Адамдар жоқ екен. Бәрі кетіп қалды ма екен? Милді лутат етіп саған сияқты толықты. Енді бізде ближний бой жоқ. Бұяқты көрмеген сияқты. Ближний бойға UMP алдық, нормально. Бір ближний бой. Бір жақыннан қазақша сөйлейік достар. Бір жақыннан бір алыстан ататын мылтықтар керек. Ойнаған кезде.
алыстырынатын мылтықтарға осы МК және де АК осы скар алуларыңызға болады. Ал жақын мылтықтарға MP және де М40 және де Драбаш алуға болады достар. Так, көреміз анау қайда. Ол кімді атты достар? Енді осы бірақ алынбай тұратын. Жақсы. Мына болды. 2 стена бар. 4X базар жоқ. М40 еще. Базар жоқ, лутты бар екен. Тіпті аямай жинаған екен, базар жоқ. Несі шлемі сынайын болып тұр екен. Сол болмаса бәрі жақсы. Шлемнің бронясы. Так, зона келіп қалды достар. Ойбай. Мен стенаны тастап жаттым достар. Енді мен мынаны тастайын. 2 адам өлтірдік, жаман емес достар. Арттан біреу атты. Яйца Мынаның үстіне барып күтіп аламыз. Өліп қалмаса зонаны. Қайдасың? Қазір жоқ қой. Таппай қалдық шамасы. Қашып кетті ме? Бірдеңе қылды әйтеуір. Так, өлік. Так, аптечка. Керек. Мен бағана адам. Таппай қалдым. Ауыр жақта біреулер атсалды шамасы.
өліп қалдым ба? Өлтірттім достар. Бит. Ашып кетеміз. Мелаға кетеміз. Так, 3 адам өлтірдік достар. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет достар. Рейтингте 3 адам өлтіріп дегенің үшін найс. 2 адам қарап отыр екен. Клок Тауэр жаққа қашамыз. Так, вишканың ішінде адам жоқ деп үміттенем. Вишкада адам болса маған байқамай хет беріп жүруі мүмкін басыма. Ойбай. Қайдан атты? Анау тұр екен. Өліп қалдым. Мен өліп қалғанда жүрмін достар, сөйтсе бітірер екен. Крисаның крисасы бірақ нормально, 22 нормально достар. 3 адам өлтірдік. Енді көріп тұрғандарыңызда өте керемет видео болды. Видеоны лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазылыңыздар, комментарийға пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Жақсы пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және де осы видеоны достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар өте керемет болатын еді достар. Сіздермен бірге болған Вера достар. Енді келесі видеода кездескенше.